Өлім аузында жатқан Әмина апаның қалада болған оқиғасы. Әмина апа аурухана төсегінде ойға шомып, өткен өмірін елестетіп жатты. Ауылдағы жастық шағы, күйеуімен бірге көрген қызықты күндері, ұлдарын қалай тәрбиелегені көз алдында тұрды. Әсіресе үлкен ұлы Ернардың ақылды, бірақ жүрегі нәзік бала болғанын еске алып, жүрегі сыздады. Қайда жүр екен балам? Әлде тірі емес пе? Деп ішінен сұрақ қойды ол. Келіні ұлдананың қаталдығы мен салқын көзқарасы жүрегін талай рет жаралаған. Қартайғанда керексіз болып қаламын деген қорқыныш ақыры шындыққа айналды. Айнұр Әмина апаның бөлмесіне алғаш кіргенде, бөлменің иісі ескі естеліктермен араласқан ауыр тыныштыққа толы болды. Бірақ қыздың ашық күлкісі, жайдары мінезі бұл атмосфераны бір сәтте өзгертті. Сізге кітап оқып берейін бе, апа? Деп сұрады Айнұр. Оқы, балам, даусыңнан анамның үні естілгендей. Кітаптан үзінді оқып отырып, Айнұр Әмина апаның қолын сипады. Ол кезде әже қолының сәл дірілдегені байқалды. Айнұр оның көңілін аулап, балалық шағы туралы сұрап, ұзақ әңгімелесті. Келесі кездесуде Әмина апа Айнұрға өз өміріндегі үлкен өкінішін айтты. Ернарым жас кезінде маған ренжіп, үйден кеткен еді, себебі мен оның сүйген қызын кедей деп жақтырмадым. Бәлкім сол кезде бақытсыздықтың тұқымы себілді. Осы әңгімеден кейін Айнұр көп ойға қалды. Бұл әже тек өмірден қажыған қария емес, өкініш пен сағыныштың тасасында қалған жүрек иесі еді. Бір күні Айнұр әжеге отбасылық альбомын көрсетіп отырды. Бір суретке келгенде Әмина апаның көзі шарасынан шығып кете жаздады. Мына сурет. Бұл менің Ернарым. Мынау сенің әкең бе? Айнұр таңғалды. Суреттегі жас жігіт әкесі Ернар, бірақ бұл жайт олар үшін жұмбақтың шешімін ашқандай болды. Немере мен әже арасындағы туыстық осылай дәлелденді. Айнұр әкесіне хат жазып, бәрін баяндап берді. Көп ұзамай Ернар шетелден оралды. Ауруханаға келіп анасының қолын ұстағанда, Әмина апаның көзінен аққан жас балалық сағынышпен бірге аралас еді. Кешір мені, анашым, тым алыстап кетіппін. Балам, мен сені ешқашан жек көрген емеспін. Көңілімдегі ауыртпалықтар түсініспеушіліктен туған. Олар ұзақ құшақтасты. Қарияның көзіне мейірім мен кешірімнің нұры төгілді. Айнұр апасын ауруханадан шығарып өз үйіне әкелді. Енді ол жалғыз емес еді. Айнұр мен Ернар оны кезек қарап, шын жүректен қамқорлық көрсетті. Әр кеште олар бірге шай ішіп, өткен күндерді әңгімелейтін. Бір күні Әмина апа: мен қазір ғана өмір сүріп жатқандаймын. Бұрынғылар тек күндер ғана еді, деді. Көктемнің алғашқы күндері болатын. Терезе сыртында құстар сайрап, күн шуағы бөлмені жылтып тұрды. Әмина апа терезеге қарап отырып, соңғы рет ұлы мен немересінің жүзін сүйіспеншілікпен тамашалады. Сол түні ол жай ғана тыныш ұйқыға кеткендей болды. Әмина апаның өмірі соңғы сәтінде мағына тапты. Жаңа ұрпақпен табысу, кешірім, махаббат, бұл оның бақыты болды. Өмірінің соңғы парақтары мейіріммен жазылды.